Сәлем достар, сіздермен Дамир. Және біз қазір калькулятор жасаймыз. Оны жасау үшін біз ең алдымен қолданушыдан 2 санды енгізуін сұраймыз. Нам1 айнымалысын ашайық та, оған input арқылы енгізейік. Int, input. Бірінші санды енгіз. Дәл осылай екінші айнымалы ашамыз. Нам2 деп. Оған екінші санды енгіз деп жазайық. Келесі бізде қолданушы қосу, азайту, көбейту, бөлу амалдарының біреуін таңдауы қажет. Ол үшін мұнда амал деген айнымалы ашайын да, оған да input арқылы енгізейін. Input. Амалды таңдаңыз. Қосу, азайту, көбейту, бөлу. Мұнда қараңыздар, бізде input жолдық форматты, яғни string деген типті береді. Сондықтан оны бүтін санға түрлендіруіміз қажет. Ал амал айнымалысында біз онда ешқандай түрлендіруді қолданбаймыз. Себебі input арқылы ол бізге символды енгізу қажет болғандықтан. Әрі қарай кеттік. Енді қолданушының таңдаған символына байланысты операциялар орындаймыз. Егер деп жазамыз if амал тең болса қосуға, онда print нам1 қосылған нам2 тең болады нам1 қосу нам2. Әйтпесе elif амал тең болса минусқа. Мынаны көшіріп алайық, қайта-қайта жазып отырмау үшін. Бұл жерде жай ғана минус қоямыз. Және мына жерде минус қоямыз. Әйтпесе көбейту амалын таңдаса. Көбейту, нәтижесі көбейту. Және бөлу амалын таңдаса. Бөлу. Тағы бізде қолданушы, мұна төртеуінен басқа, тағы бір символды енгізіп жіберуі мүмкін. Ондай жағдайда біз дұрыс символды таңдаңыз деп экранға шығарайық. Else деп жазамыз. Print. Дұрыс амалды таңдаңыз. Калькулятор дайын, енді қосып көрейік. Бірінші санды енгіз. 85. Екінші санды енгіз 3. Амалды таңдайық. Екеуін азайтсын. 85 азайтылған 3 тең болады 82. Тағы қосып көрейік. Бірінші сан 25 болсын, екінші сан 41. Амалымыз бізде қате амал бере салайын, леп белгісін. Дұрыс амалды таңдаңыз деп шықты. Егер достар видео ұнаған болса, біздің каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.